Сәлем, бұл Медина. Медина Астанада тұрады. Жазда Видикош ауылға барды. Ауылда көрген жануарлармен бүгін сені таныстырады. Бұл үшін кім тапқыр ойын ойнайық. Мына түрлі түсті шаруардың артында қандай жануар тығылып тұрғанын табу керек. Кім бірінші табады? Дұрыс, бұл бұзау ғой. Балақай, бұзау бізде сиырдың төлі. Келесі жануарды кім бірінші табады? Бәрекелді, бұл қойын ғой. Қойыншақ бізде жылқының төлі. Ал мына шаруардың артында қандай жануар? Дұрыс, бұл қозы. Анан сені қошақаным деп еркелете ме? Сол қошақан қойдың төлі. Келесі жануарды сен білуге тиістісің. Әрине, бұл кішкентай көжек. Көжек бізде қоянның баласы. Кім тапқыр екен? Көрейік. Дұрыс, бұл балапан. Балапан бізде тауықтың баласы. 1, 2, 3, кім табады? Дұрыс, бұл лақ. Лақ бізде ешкінің төлі. Ал бұл жануарды біз адамның досы деп айтамыз. Қандай жануар? Дұрыс, бұл күшік. Күшік иттің баласы. Бүгінгі ойынымыз мәресіне жетті. Соңғы жануарды кім бірінші табады? Дұрыс, бұл марғау. Марғау бізде мысықтың баласы. Балақай, сен бүгін керемет тапқырлық таныттың. Келесі кездескенше сау бол. Видикоштың келесі видеоларын көру үшін арнамызға тіркелуді ұмытпа.